Психология заманауи мамандық. Расымен де қазіргі таңда кез келген мекеме психологы қажет. Батыс Қазақстан облысы әкімдігі Орал қаласының білім беру бөлімі 8-ші Арай бөбекжайының психологы Рамазанов Жанат Серікқалиқызы. Адам баласының өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі не десек, ол өз қалауымен таңдаған кәсіп мамандығына деген салиқалы, ынтызарлық әрі ыстық ықылас дер едім. Өз еңбегіне жан тәнімен берілген жан ғана өмірдің мән мағынасын, қоғамдық ортадағы жауапкершілікті тұтастай ұлттық ертеңіне қосар алар өздік үлесін тереңнен салмақтай алса керек. Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мәні адал әрі мағыналы, жемісті әрі нәтижелі еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсіне алған әр адам биікке бастар жолдың қадірін салмақтай біледі. Қалаған ісіне ғашықтық пейілмен қарай білсең, өмірден өз орныңды тапқандығын. Бөбекжайымыздың ең ақылды тәрбиеленушісі Исмаилды қарсы аламыз. Балалар, бүгінгі біздің алғашқы ойынымыз түрлі түсті шарлар деп аталады. Менің қолымда қандай түстерді көріп тұрсыңдар? Сары, жасыл, қызыл және көк. Енді алғашқы ойынды қазір мен бастаймын. Ол үшін сендердің маған көмектеріңіз керек. Балалар, ең бірінші мен қандай түсті қоюым керекпін? Сары. Келесі қандай түсті қоюым керек? Жасыл. Одан кейін көк, қызыл. Бірінші стаканға көк түсті қоям. Екінші стаканға сары түс қоям. Үшінші стаканға қызылды қоям. Төртінші стаканға жасылды қоям. Балалар, келесі ойынымыз менің көңіл күйім деп аталады. Алдарыңызда Алмат пен Айша. Ендеше олардың көңіл күйін бірге тамашалайық. Қандай? Кәнеке бірге көрсетейік. Көңілді. Алып тұр кәнеке. Келесі көңіл күйді іздейміз, балалар. Хақназар, Айшаның көңіл күйі қандай? Бұл балапан қандай мықты, жұмыртқаны жарып шықты, шыға салып ерінбей, жемін өзі теріп жеді. Ошаққаны қойдың, қайда қалып қойдың, бұл түйіп тұр бүйірің, қай өрістен тойдың. Жануарым бұзауым, бұзау шығым өңіре, өсірейін бөпешім, шөп берейін жеміне. Балалар, бұл қорапшада бүгінгі ойынға қатысқан ең керемет баланың суреті тұр. Исмаил, кәнеке ашып көрші. Алақай, бұл мен. Алақай, ол мен. Қорапшада ең тапқыр баланы көреміз. Кім бұл? Мен. Жәрі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі жақсы көңіл күй, жан шуағы атты тренингке қош келдіңіздер. Адамды көңіл күйіне қарап, шат, жайдарлы, көңілді деп ажыратуға болады. Бүгінгі сендердің көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деген мақсатта үшті қаламмен сурет салатын боламыз. Әріптестер, қазір біздер релаксация тренингін өткізетін боламыз. Ол үшін мені мұқият тыңдауларын сұраймын. Денемізді бос ұстаймыз, өзіміз ыңғайлы отырамыз және 1, 2, 3 дегенде көзімізді жұмамыз. 1, 2, 3 көзімізді жұмамыз. Біздің жер арамызда бір жер бар. Ол жердің ауасы таза, шипа. Сол ауамен демалыста ләззат сезіміне бөленеді. Айналасы көз тоймайтын табиғи сұлулық бір көлді қоршап тұр. Сол көлдің суы мөлдір, астында бұлақ болғандықтан дәмі өте тәтті, қайта ішкім келеді. Айдында екі аққу жүзіп жүр.
сол жерде бір адам тұрады. Ол адам өзін ең бақытты адам деп сезінеді. Енді әрқайсылардың қастарыңызға барып, сол адамды көрсетемін. Ал қалғандарың өз кезектеріңізді күтіп отырамыз. Көзіңізді ашыңыз. Бақытты адамды көрдіңіз бе? Құрметті әріптестер, бүгінгі жақсы көңіл-күй, жан шуағы атты тренингке қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі шарада жақсы көңіл-күйде болды деп есептеймін. Келесі кездескенше. Сіздерме құрметті ата-аналар, бүгінгі кезекті жиналысқа қош келдіңіздер. Бүгінгі жиналысымыз ерекше өтейін деп тұр. Себебі қазір сіздер осы смайлик таңдау арқылы біз бір-бірімізбен амандасамыз. Бүгінгі жиналыстың тақырыбы үй жағдайында балалармен ойналатын қарапайым қолжетімді заттармен жасалатын ойындар. Бірінші ойынымыздың аты өз ұяшықтарын тауып көр. Бұл ойынның мақсаты баланың ойлау қабілетін қалыптастырады, логикалық қабілетін дамытады. Да. Так, мынау басында тұрады. Содан Керемет. Үй жағдайында жасалатын ойынның бір түрі түрлі түсті бақалар деп аталады. Ол үшін балаға түстерді үйретеміз. Және түстер бойынша бақалардың көздерін орналастырамыз. Мысалы, қызыл түсті бақа жоғары қарап тұр. Келесі, сары түсті бақа сол жаққа қарап тұр. Жасыл түсті бақа төмен қарап тұр. Және көк түсті бақа оң жаққа қарап тұр. Жасыл жоғары. Келесі, көк бақа. Ата-аналар, бүгінгі жиналысқа қатысқандарыңызға көп рахмет. Бұл ойындар арқылы баланың уақытын тиімді өткізуге болады. Жаңа айтылғандай танымдық процестер қалыптасады, зейіні шоғырландырады және ұсақ қол моторикасы дамытамыз.